Баян тәте, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Баян тәте, бізде сондай сұрақ бар. Фолио-гуминовый комплекстан сіз өзіңіз қандай результаттар алдыңыз? Біріншіден осы өнімді Живая земля компаниясының черный мед, қара балды бізге бұйыртқан Аллаға рахмет. Мен өзімнің өмірімде өткен қиыншылығым отаға түсуім болды. Мен өт тастарын алдырттым, операцияға түстім, бірақ мен сол операцияға шейінгі ауруларым жалғаса берді. Содан мен екінші рет түстім. Өт қалтасы емес, енді мен протоктағы тасты алдырттым. Бұл маған ауыр болды, менің иммунитетімді түсті, енді мен өзімнің жасыма қарай, мен өзімнің бар күш әлемді тауыстым десем болады. Менің ол операциядан кейінгі бауырымның, қанымның анықтамалары, яғни анализдер дұрыс болмады. Осы өт жолын алдыртудың кесірінен менде қант диабеті пайда болды. Мен қант диабеті ауруынан адамдар сауығып кетеді дегенге сенбеуші едім. Бірақ мен осы жерде тоқталып айта кетейін, қара балдың пайдасы, ол қара бал аталып тұрғаны адам жанына бал сияқты дәрумен болатыны, бал сияқты адамға пайдасы келтіретінін, осы мен қант диабетінің тоқтауына себепші болған үшін рахмет айтамын. Мен бұл қара балды пайдаланғанда сенгендігім сондай, ешқандай медициналық дәрілерді пайдаланған жоқпын. Тек қана осы қара балды пайдаландым. Неге десеңіз, мен өзім көзім жеткізгім келді, сенгім келді. Сондықтан да анализ тапсырғанымда дәрігер маған 10 күннен кейін менің Салтанат Ұзақовна деген өзімнің терапевт дәрігерім, апай, сізде барлық анықтамаңыз өте жақсы шығып тұр, құттықтаймын деп өзі звондады. Содан кейін мен жанымдағы адамдарға жақсылық өмір сыйлаған осы қара бал өнімін айтуға кірістім. Қант диабеті менде қалыпқа түсті, және қан қысымы. Мен ешқандай қазір қан қысымына дәрі қолданбаймын. Қант диабетіне берілген, қант ауруына берілген дәрілерді қолданбаймын. Және менің бауырымның анализі дұрысталды. Бауырдың анализінің дұрысталғанын, енді мен бауыр майланған, қазір 3 адам болса, соның 2 адамында бауыр майлану ауруы бар. Соның барлығына мен қол үздім. Сол үшін рахмет. Осы өнімді бізге жеткізген ғалымдарға рахметімді айтар едім. Қара бал өнімін пайдаланыңыздар.